ой салатын қысқаша 6 әңгіме. Бірде көпшілік жиылып, Құдайдан жаңбыр жауын тілемекші болады. Тасаттыққа ауылдың бәрі жиналады. Іштерінде бір бала қолшатырмен келіпті. Бұл наным. Сәбиді жоғарыға лақтырсаңыз, ол мәз болып күледі. Себебі сіздің қағып алатыныңызды біледі. Бұл сенім. Әр кеште ұйықтауға жатарда таңертең тірі оянатынымызға сонша сенімді бола алмаймыз. Сонда да болса оятқышымызды қасымызға қоямыз. Бұл үміт. Болашағымыз бұлыңғыр бола тұра, ертеңгі күнімізге көптеген жоспарлар құрамыз. Бұл батылдық. Бүкіл әлемде қиыншылық болып жатқанын көре тұра, үйленеміз, дүниеге ұрпақ әкелеміз. Бұл махаббат. Біраз жасқа келген бір әйел жейдесіне өзімді 64 жылдық тәжірибем бар, 16 жастағы қыздай сезінемін деп жазып алыпты. Бұл дұрыс шешім. Жақсы дос өмірде қолға түсе бермейтін маржан сияқты, табу қиын. Досын ағайыннан жақын болып кетеді. Ағайынның аты озғанша, ауылдастың тайы озсын деген сөз бар. Ағайын бар болса көре алмайды. Жоқ болса бере алмайды деген нақыл сөздер аталарымыздан қалған. Сонда да болса, азарда болса, безері жоқ ағайын. Досқа, ағайынға деген сенімді жоғалтпаңыздар. Сенім бар жерде өмір бар. Үміт бар. Аллаға сенген жан ешқашан қор болмайды. Осыны естен шығармайық ағайын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, Алла жар болсын. Төрт көзіміз түгел аман болайық. Әмин.